халық қазір жаңа дін ойлап тауып жатыр. ChatGPT. Өте сондай гуманды, адамды көп қинамайтын, нәпсісіне жағатын сондай бір қазір дін ойлап табады. Мен бір көріп отырған нәрсем сол. Оны мен ұстазым да айтты. Ол енді ChatGPT былай толыққанды білмейді не нәрсе екен, бірақ осы пәленің артында бірдеңе бар деп. Сосын кейін қарасам, шынымен де қай мемлекет жасап отырған білмеймін, бірақ қазір жаңа дін шығады. Бірақ исламды Алла өзі қорғайды, оған мәселе жоқ, ешқандай күмән де жоқ, қорықпаймыз да. Бірақ бұл біраз ғасырға дейін адамды руханиятсыздық алып баруы мүмкін. Яғни жаңа дін пайда болады. Сен қазір мына шығып жатқан коучтардың бәрі соның алғашқы нелері, жаңалықтары. Гүлдері былай шыққанда жемісін беретін. Сен өзіңе сенуің керек, анау болу керек, мынау болу керек. Өз-өзін жігерлендір. Адам үйтіп ұзақ жүре алмайды. Ол өз-өзін мотивация жасай беруі мүмкін. Медеудің басына күнделікті таңертең тұрып жүгіруі мүмкін. Бір ай, 2 ай одан сен жалғасын бәрі. Мәңгілік нәрсеге өзін коннект жасамаған адам, мәңгілік ғасырлар бойы дәлелденген. Және ол Алладан, нақ жаратушыдан келген дінге сен коннект жасамай, сенің өміріңде ешқандай реттелмейді.